Онын ысыз вақалары ақта тариф етмеге азармыз. Студияда мен Султан Естакаева чалышам. Хайырлы ақшамлар. Ярмадаға иш зияретінен Русия Федерациясы кемиетінің вице-премьер назиры Марат Хуснулин келді. Бүгін о Ақярда бұйық инфраструктур объектлерінің құружылығына тешкірді. Ве бір сыра иш топлашуларыны кечірді. Қараман шерден жанлы бағда бізнен Айша Шулакова о тавсилатларнен пайлашмаға азар. Айша, селям алейкум. Алейкум селям, Султание. Біз Ақярда болунамыз. Мында Русия Федерациясының акимиеті вице-назиры Марат Хуснулин ош иш зияретіні Ақярдан башлады. О мында трасса Тавридасының 8-ші екілейші басамақның құрыжылық мейданыны зиярет етті. Бұл трассаның ұзынлығы 7,5 километр. Соны се о Тиби ве медени мерkezlerinin құрыжылығыны да тешкірді. Мы идем по медицинскому центру с определенным отставанием, но это по объективным причинам. Там на самом деле был старый некачественный проект, который приводил к серьезному дорожанию. Пришлось потратить время на перепроектирование, убрали излишние требования, связанные с фундаментами, якобы с возможными карстами. И вот, убрав эти все требования, удешевили почти на 1 миллиард проекты, и сейчас поставлена задача ускоряться. Bundan da gayrı Tavrida trassasından kurort şehirlerine eniş yollarının kuruculuğunun mevzusunu da müzakere ettiler. У нас 4 съезда предусмотрены. Значит, один съезд до Феодосии мы будем делать за счет федерального бюджета Росавтодор. Остальные съезды будут сделаны за счет, заказчиком будет Республика Крым. По всем съездам идет полным ходом проектирование. Задача закончить не позже декабря 2023 года. Да толу малюматны келечек yayınlarımızna seyir etersiniz. Студия. Сағылайшы, біз ісе давам етеміз. Невесіқа неде прописка. Юқары шума көйінді ятақхане бақылмаған қалды. Тап 2014 сенеге же Орес комнат идаресінің балансында еді. Соныра бұл идаре yok етілді. Оның еріне госкомнат пейда олды. Ятақханеде яшаған адамлар аққында есе еркес ұнытты. Сәкенер енді епіс идарелерге мұражат еттілер вазиетні мұхбірлеріміз өкленмеге тарыштылар. Бында бірінші кечкенлерден бірі Зарема Джетеренің айлесі еді. Олар бұл ерде 1995 сене январь айындан берлі яшайлар. О вақыт евлері янған еді. Бізім evimiz yandı da bir hocanın korantası бар еді. Оларның да яшамаға ерлері yok еді. Сонда сухымдан қайтқанлар. Біз мында көчтік. Еміш алушта совхозы бұны епсі Роскомнатқа кечірген. Бина оларның балансына кечті деп ешіттік. Амма сон о бір ерде yok dediler. Ятақхане чоқ елдан берлі Роскомнатсының балансында булунайды. Амма 2014 сене яны идаре яратылды. Миллетлер ара мунасебетлер бойынша Devlet комитеті. Бинаны есе оларның балансына кечірмегенлер. Сакинлер топлашуға Госкомнат векиллеріні алушта мемориетінің хадимлері ве Devlet думаның мебусыны Руслан Бальбекні давет еттілер. Госкомнат бұл меселе ақта бұл сене алушта шерінің мемориетінден хабардар олды. Бүгінгі күнде енді иш группасы яратылды. Оңа көре біз міндеттеріні, бақылажақ чәрелеріні белгілейжеміз ве яваш-яваш доғру yönelişte кетежеміз. Esas мақсат ятақхане мескен одалар статусыны бермек. О zaman сакелер прописка олуна білежеклер. Bunun için birinci nevbette binanın ekspertizasını geçirmek gerek. Олар bu işini tez ve operatif şekilde geçireler деп sayam. Bundan son ise biz çereler planına göre hem orderler yazmağa hem propiska hem de bu odalarını ayruf boyunca çalışmağa yardım ederimiz. Endi bundan son milletler ara münasebetleri boyunca Devlet Komiteti yataqhaneni o'z balansına ala bilecek. Umumen bu işlerge 6 ay kadar vakit gerek olacak. Protokol kararlar ve bakılacak çereler planı olgan men Cumhuriyet yolbaşçısına müracaat ederim. Böyle etip Cumhuriyet yolbaşçısının yardımıyla bu kararlarını daha güçlüce ederimiz. Ve elbette episi müdetler, episi mecburiyetler, avaliler, nazirler şurasının kontrol aparatına barıp yetecek. Unutulgan yataqhanenің sakillері өз қануни ақлары қайтарылуыны ве өз квадрат метрлеріне весиқаларыны елде етувлеріні беклейлер. Бұна оларының ақлары бар. Акимия Седометова, Севиля Меметова, Саид Влиляев, Милет Ичун. Алушта.
Чечеклер, бақшышлар ве жен кісенелерінің ерлары. Бұлар эпосы ұлы ватан женкінің ветераны Алексей Хавторин үшін. Ой енді 101 яшында. Алексей Хавторин 1941 сенесі ордуға чағырылған еді. Львов вилаятында ве Перемышль шерінде қызмет етті. Кавказ, Қырым ве Ақияр азат етілівінде қызмет етті. Жесурлігі үшін егірім орден ве медальлерінен мүкефатланды. Оларның арасында 2-ші дәреже ватан женкі ордені ве Кавказ мұдафа етіліві үшін медаль бар. Ветеранны хайрламақ ве она тешекүр сөздеріні білдірмек үшін Қырымнан Девлет Шурасында туризм, курорт ве спорт бойынша комитетінің рейсі Алексей Черняк етіп келді. Егер кечкен сене Бахчисарай районында 14 ветеран олса, бұл сене афсузки тек еді кіші қалды. Шунын үшін оларның қонышымның әрбір күніні қачырмамақ керек. Емді яшларны, балаларны кетірмек керек. Бұл бірінші сынып талебелері оламы, өйкен сыныфларда оқығанлармы? Олар бұл инсанлардан әршейіне ешітмелілер. Олар о вақыт насыл сақ қалғанларыны білмелілер. Фермачыларның сырф мақсулаты yüksek keyfiyet ve elverişli fiyatlar. Ақярда бірінші гастрономик ярмалық башланды. Тедбірнің серлевасы балық эддегіл, яғни рыба не мясо. Бұл мевзунын девамы біздің левхамызда. Майыз байрамлары күнлері Ақярның тиджари мейданларынан бірі лезет ве дат те сюратлары ве унутылмас дұйғылар елына чевірілді. Бұл ерде балық эддегіл адлы ил гастрономик ярмалық башланды. Süt ve et mahsulatı, katı ve çeşit diğer sort kaşkavalar. Ananevi retseptler boyunca pişirilgen mahsuslar öz lezzeti ve keyfiyetli ile ayırıla. Muhteriler de buna kıymet geçip yetiştirdiler. Kaşkaval, kolbaslar. Ve lavandadan yasalған kvas. Janko jilegi de pek lezzetli. Ашайт mahsulatlarından hayrı mında da unikal el yapılamarlı almaq mümkün. Müşterilerini tebessüm ve yaxşı keyfnen celp etmek doğrudur, деген fikirde Tatyana Zaguzina. Мен қызлар үшін чешет saç bezeklerini riznaçıklar yapam ve kençiler için oyuncaklar yasayım. Tedbir ferma bazarı ile havada toplanıp şekilinde keçe. Mında mahsulat satın almaqtan hayrı bütün qorantanyen ratlanmaq mümkün. Programmada aileler için estafetalar, bala animatsiyası ve attraksiyonlar, master-klasslar ve çeşit yarışlar. Мен енді çok şeyini kordum ama böyle dülberlikni mında birinci kere көрем. Pek dülber, tarla, ot, taze ava, yol uzak, toz ve gaz yok. Umumin yarmalık pek yaxşı. Balık eddegil adlı yarmalık öyle 12'den akşam 7'gece çalışa. O halebe kunünede devam edecek. Akime Sedemetova, Leyla İslamova, Akim Bekirov, Millet için Ақяр. Рақами донатма квадрокоптерлер ве экшн камераларының тоқтавсыз çalışması, емде вақиялар yüz берген ерлердің жанлы яйынлавға чықмаға ярдым еткен донатма. Көстерілген шейлерінің айдынлығы ве эфирде іч бір тоқтав яда яңлыш. Бұл эпосы месулиетлік бір адамға юклене. Афта чыққан миллет ве оның командасы адлы рубрикамызда телеканалының техник мудирі Александр Мишалкин. Александр Мишалкин Эркун телеканалының тоқтатмаған ішіні контроль еті. Иджади тарап оңа қарашылы дегел. Қалған эпсы техник мудернің мұсулиетлік зонасыдыр. Хайрлы сабалар, әрші яқшы ма? Әрші ерінде. Сигнал насыл яқшы ма? Millet телеканалында 2-ші ел çalışа, бұйық тәжірибесі ве емексеверлігі. Кечімішті аппарат студия блокының мойындысыне техник мудир олмаға ярдым етті. Телевизион алимы мені әр вақыт меракландырайды. 20 ел евелсі мен яш егет олғанына келдім. О вақыт техник едім. Көздерім янайды. Қазанғанымыз тек ашқа етеді, демек мүмкін. Каналда çalışkan яш мутехасыслар çok. Elbette олар да çok şeyini öğrene bilirler. Alexander Michalkin bilgili mutехасыс olarak her şeyini anlata, yardım ete ve kemerde peyda olgan hatаны түзете. Электрика ile sık alda тоқтавлар ola. Donatma bozula. Her şeyini taşlap işke çapmak gerek ola. Bunu epoсын doğrulamak, başkalarını yerinden көтермек керек ola. OMD Memory үшінен оғраша яңы донатма қыдыра. Әршей сейірджіміз кейфиетлі телемақсулат сейір етмесі үшін. Біз шымды операторлар паркыны янарттық. ТЖК камераларына комплект сатын алдық. Эфир үшін донатма да сатын алына.
Девірден артта қалмамаға тырышамыз. Программа енді 16 даққа девам еті. Монтаж одаларда есе эфиріміз үшін левқалар азырланмасы девам еті. Күчлі техник база олмаса, бөлі çalışмақның имкяны олмас еді. Меле телеканалы суткада 24 саат, аптада 7 күн çalışа. Біз сіз үшін çalışамыз. Телесережелеріміз яқшы контентны әлде етмесі үшін. Сес ве ышық схемаларыны аңлама, калетлер, микрофонлар, пультлар қайсы қайда қоланылмақ керек. Бұзықны тест тапмақ ве оны бірден түзетмек. Александр Мишалкин техниканы яқшы біле ве аңлай. Телевидение олмаса, ненен оғраша жағыны білмей. Бұл ерден біз спутникте яйынлаймыз. Мұна бұл телеканалның юрегі демек мүмкін. Мераклы вер тарафлама контент бұйық телевизион айленын эмегідір. Әрбір адам айры ве бераберлікте тұрыша, әршей миллет үшін. Бүгінге бұйпысы хаберлер меле телеканалындан айрылманыз, хайрлы ақшамлар.